Сәлеметсіздер ме? Наурыз мерекесі құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Мен сіздерге Наурыз мерекесінің құрметіне Абайдың 20-шы қара сөзін айтамын. Тағдырдың жаралығын білесіздер, өзгермейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еткісе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақыл түгел, ойлы адамның жалықпайтын нәрсесі бар ма екен? Ой тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатынан да көңілі аз ба, көппе жалығады. Дүние бір қапты тұрмайды, адамның қуатты ғұмыры бір қапты тұрмайды. Құдай тағала әрбір мақұлыққа бір қапты тұрмақты берген жоқ. Енді көңілі қайдан бір